Қайырлы күн достар, мен бүгін өзіме қатты ұнайтын чақчақтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Алдымен илеп алған ұнымызға жұмыртқамызды, тұзымызды, содамызды саламыз. Қанша граммнан екенін видеоның астына жаза кетемін. Барлығын салып, жақсылап араластырып, қамыр дайындаймыз. Қамырымыз жұмсақ болып қалмауы керек. Егер жұмсақ болып жатса, кішкене ұн қосып дайындасаңыздар болады. Дайын қамырдың бетін салапанмен жауып 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Ол демалып болам дегенше біз сиропын дайындап аламыз. Суға қантты, яғни шекерді салып, қою болғанша қайнатып аламыз жай отта. Дайын болғаннан кейін әселімізді саламыз. Дайын қамырымызды әдемілеп жайып аламыз. Жайғаннан кейін оны 10-15 минут қалдырып қойсаңыз, кескен кезде бір-біріне жабыспай әдемі болып кесіледі. Қызып тұрған майымызға салып, қызартып әдемілеп қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін үлкендеу ыдысқа салып аламыз. Өзімізге араластыруға ыңғайлы болу үшін мейізімізді, күнжітімізді, дайын болған сиропымызды салып, бірінші қасықпен араластырып алыңыздар, өйткені ыстық болады. Одан кейін қолыңызбен жақсылап араластырып алып, листқа формасын шығару үшін жаямыз. Қолыңызды таза суға сулап алсаңыз, қолыңызға жабыспай әдемі форма шығуына көмектеседі. Формасын шығарып алғаннан кейін нығыздалу үшін кез келген затпен үстінен ұрсаңыздар болады, бастырсаңыздар, яғни мен кәпкірді қолданамын. Болғаннан кейін холодильникке 2 сағатқа қоямыз, әдемі кесілу үшін.